Аузубиллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Алла тағала күндерімізді берекелі етсін иншалла. Бүгінгі ғибратты қиссамыздың тақырыбы жеңіс үшін бір қадам артқа деп аталады. Енді бұл қиссаны, бұл ғибратты қиссаны таңдаудағы мақсатымыз, құрметті бауырлар, адам болғаннан кейін адамның өмірінде әртүрлі жағдайлар болады. Кей жағдайларда, адам артқа шегінуге мәжбүр болатын кездер болады. Әрдайым адамның алдында даңғыл жол бола бермейді. Кейбір жағдайларда негізгі мақсатқа, негізгі жеңіске жету үшін бір қадам артқа шегінеміз. Қазақта сөз бар ғой, сабыр түбі сары алтын дейді. Кей кезде сабыр ететін де кездер болады. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өнегелі өмірінде осыған қатысты бір керемет бір оқиға бар. Ол оқиғаның атауы Худайбия келісімі, Худайбия оқиғасы. Бұл мұсылмандардың Меккеден Мадинадан көшкеннен кейін 6-шы жылы орын алған үлкен оқиға. Әуел баста бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл шешім қабылдаған кезде көптеген мұсылмандардың арасында, сахабалардың арасында түсінбеушілік пайда болады. Олардың ойынша бұл шешім, мүшриктермен жасалған бұл шешім, бұл келісім мұсылмандардың ар абыройын таптаған келісім деп ойлайды. Тіпті Умар келіп пайғамбарымызға айтады: "Я Расулалла", дейді, "Я Алланың елшісі, біздің дін ақиқат емес пе? Біз неге олардың шарттарына көнуіміз керек?" Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үндемейді. Тіпті кейін Умардың да бір сөзінде келеді: "Осы әрекетім үшін ең бір өкінетін әрекеттердің бірі осы әрекетім", дейді. Сол сабырсыздықтан пайғамбарымызға айтқан сөздерім, дейді. Әлбетте сол кезде тек қана Умар ғана емес, көптеген сахабалар пайғамбарымыздың бұл шешімін түсінбеді. Бұл неге біз шегінеміз, неге біз олардың әділетсіз шарттарына көнеміз деп көптеген, әсіресе жас сахабалардың арасында бір реніш туған кезең болады. Бұл оқиға, жаңа басында айтып өттік, мүшриктермен болған келісім, бұл хижраның 6-шы жылы болады. Сол кезеңде біресе мұсылмандар, біресе мүшриктердің алма-кезек, жеңіс пен жеңіліс сондай қабаттасқан кезең болады. Осы кезде бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түс көреді. Түсінде Мекке қаласына кіріп, умра жасап жатқан сондай бір сахабалармен умра жасап жатқан көрген кезде осы түсін сахабаларға айтады. Сол кезде бұл түсті осы жылы орын алады деп, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен бірге Меккеге умраға аттанады. Бұл хабарды естіген кезде Мекке мүшриктері бұл нені пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды кіргізбеудің бар әрекетін жасайды. Пайғамбарымыз егер кіретін болса, олардың ойынша басқа араб тайпаларына пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар Меккеге басып кірді деген секілді сөз тарап кете ме деген қауіпте. Бұл қалай да, қандай да жолда, қандай жол болсын, умра жасауға пайғамбарымыз және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қасындағы сахабаларды кіргізбеуге шешім қабылдайды. Жалпы енді бұл ненің келісімнің шарттарына келетін болсақ, бұл келісімдегі мәтінге келетін болсақ, бірінші шарты, бұл жылы мұсылмандар Меккеге кірмейді. Келесі жылы 3 күндік мерзімде Меккеге кіру уағдаласады. Бұл сол кездегі мұсылмандарға басында айтты, өте ауыр тиеді. Өйткені қаншама бауырларын сағынған, Меккеге жақындап барып қайту мұсылмандар үшін сондай бір ауыр соққы болады. Екінші келісім бойынша мүшриктер мен мұсылмандардың арасында 10 жылға дейін соғыспауға уағдаласады. 10 жыл бойы бейбіт өмір сүруге, осы мерзім арасында тыныштық орнатуға екі жақ бір-бірімен келіседі. Одан кейін үшінші шарттардың бірі, егер кімде-кім пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның келісіміне кірген адамдар болатын болса, олардың арасында егер ерікті түрде сол мүшриктер тарапына қайтқысы келетін адамдар болса, олар қосылуға мүмкіндік алады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сапында қатарында болған кейбір адамдар мүшриктерге қосылатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған тосқауыл болмау керек. Және де бір шартында
егер де кім сол мүшриктерден кейін егер мұсылман болып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның қатарына қосылғысы келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қоспау керек. Яғни бұл бір әділетсіз сол кездегі мұсылмандардың жаңағыдай ашуына тиген бір несі болады да, келісім шарттардың бірі болады. Яғни мұсылман болып егер пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның қатарына қосылғысы келсе, ол кезде қосылмау керек. Тіпті мынау сол келісімге келген Сухайлдың баласы Абу Джандал деген мұсылман болып келген кезде, қаншама қиындық көріп келген кезде, сол келісімге отырар кезде, тіпті әлі отырмай тұрған кезде, мен жаңа пайғамбарымыздың қатарына қосылмақшы болған кезде қостырмай қояды. Егер қазір қосатын болсам, біздер бұл келісімге келмейміз дейді. Ақырында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол жаңа Абу Джандалды қайтаруға мәжбүр болады. Сол секілді мынау міне осындай бір әділетсіз бір жағынан қараған кезде бір келісімдер болады. Яғни бір мұсылмандар үшін сол кездегі өте бір ауыр түйген шешімдердің бірі болады. Бірақ арты не болды, құрметті бауырлар? Қарасаңыздар, мынау пайғамбарымыздың арасында кім-кім, яғни пайғамбарымыздың дінін тастап, егер мүшриктердің қатарына қосылуға рұқсат беруі пайғамбарымыздың сол өзінің арасындағы кейбір мұнафиқтардан, кейбір адамдардан тазалау болды. Яғни негізі мақсаты осы болды. Яғни әлсіз жаңағыдай 200 адамдардан тазарту. Және сонымен қатар мынау егер кім мұсылман болып пайғамбарымыздың қатарына қоспауға шарттардың ішінде бір шарты болады. Сол кезде не істейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жаңа уәдесін тұрып қоспайды. Қандай бір мұсылман болып келдік деген нелерге қаншама тайпалардың адамдарына жаңа сол мүшриктермен келісімге отырған, оларды өзінің қатарына қоспай қояды. Сол кезде не істейді? Аналар енді елдеріне қайтайын десе, елдерінде оларды азаптайды, елдерінде оларды өлтіруі мүмкін. Сол кезде олар өздері бір топ құрып, бір әскери топ құрып, кейін сол мүшриктердің сол керуендеріне шабуыл жасай бастайды. Яғни шабуыл жасағандағы мақсаттары ол жерде өздерінің жаңағыдай дүние мүлкін қайтару. Өйткені сол кезде мұсылман болып қайтқан адамдардың бүкіл жаңа дүние мүлкін сол кезде мүшриктер талан-тараж қылып өздеріне жаңағыдай тартып алған. Соны қайтару мақсатында шабуыл жасаған кезде ақырында мүшриктердің өздері пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам келіп, егер кім мұсылман болып келдің десе, сен бұл шартымызды біз бұзамыз, қабылдай бер деп жаңа пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам өздері келіп, сол нелерді адамдарды жаңағыдай қабыл алуын өтінеді. Енді қараңыздар, 10 жыл бойы жаңа екі жақ соғыспасқа уағдаласады. Соғыспасқа уағдаласқан кезде қарасаңыздар, мынау 3 жылдың ішінде, яғни бейбіт күн орнаған 3 жылдың ішінде, соған дейін жаңағыдай 19 жылдың ішінде кірмеген мұсылмандардың саны, яғни артып кетеді. Яғни мұсылмандар сол 3 жылдың ішінде 20 жылға тарта кірмеген, яғни мұсылмандар сол 3 жылдың ішінде кіреді. Яғни Құранда келеді ғой, жаңа Наср сүресінде «Иза жаа насруллахи уал фатх» дейді. Шын мәнінде Алланың бір жеңісі келген кезде дейді, адамдардың топ-топ жаңа дінге кіріп жатқанын көресің дейді. Қарап отырсақ, шынымен осы бір пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның осы бір артқа бір қадам жасауы мұсылмандар үшін өте бір үлкен бір жеңіс болды. Тіпті мынау келісімге келіп жатқан кезде де мынау бисмиллахи рахмани рахим деген сөзді өшіргізіп бисмилля аллахумма деп сондай мүшриктердің өздерінің қолданатын негізгі мынау сөз тіркесін қосады. Яғни тіпті қарап отырсаңыз, осы рахман рахим деген сөздің өзін біз бұны танымаймыз деп соны өшіргізіп тастайды пайғамбарымызға. Мұхаммед Расулла деген сөз тіпті өшіргізіп Мұхаммед ибн Абдулла деп жазып қояды. Қарасаңыздар, бұл бір қараған кезде мұсылмандарды бір кемсіту секілді болғанмен де, бірақ кейін ол мұсылмандар үшін үлкен бір жеңіс болып оралады. Сол үшін бұл ғибратты қиссадан алатын бір пайда, құрметті бауырлар, кей жағдайда мұсылмандар бір жеңіске, бір негізі мақсатқа жету үшін бір қадам артқа қадам жасаса, оның ешбір айыбы жоқ.